Сәлем достар, қайырлы күн. Бүгінгі жасалатын тағамымыздың түрі кекіс. Олардың кекістің құрамы ұн, құмшекер, май және сүт, 3 жұмыртқа разлихлитель. Осыны біз кішкене ғана ұнға қосып аламыз. Мына ұнның бәрі кетпейді. Тестіміздің құрамы өте сұйықта, өте қоюда болмай, қоймалжың болу керек. Соған дейін ғана ұнды қосатын боламыз. Шай кесемен толмаған құмшекеріміз және шай кесе толмаған орта кесе шімішкі майымыз, 1 кесе сүтіміз, 3 жұмыртқамыз. Адай 12 штук ыдысымызға құйып пісіретін боламыз. Видеоны толық қарап отырсаңыздар, қазір осы құрамның бәрін рет-ретімен жасап көрсететін боламын. Неке өйстіп 3 жұмыртқамызға шекерімізді қосып, жақсылап мынадай торт ұратынмен ұрып көтеріп аламыз. Немесе миксермен ұрсаңыздар да болады. Миксермен ұрып көтеріп алсаңыздар да болады. Осылай бастаймыз. Неке мына торт ұрғыштың көмегімен осылай 3 жұмыртқамызбен қантымызды ертіп, осылай ұрып көпіршітіп аламыз. Осыған енді жайлап сүтімізді құятын боламыз. Неке осыған 1 кесе сүтімізді құйып жібереміз. Жақсылап араластырамыз. Неке осы сүтімізді араластырып алғаннан кейін жайлап ұнымызды салып, өстіп жайлап салып араластырамыз. Бәрін бірден салып жібермейміз. Жақсылап араластырып, ішіне түйіршіктер болмайтындай қылып, өстіп жай-жайдан бөліп салып, араластырып, қоймалжың тесті жасап алуымыз керек. Неке өстіп тестіміз ұнымызды қосқаннан кейін осылай өте сұйықта емес, өте қоюда емес, осылай тесті болып шығу керек. Енді осыған шемішкі майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Неке осы дайын болған тестімізді енді жайлап ыдыстарымызға құятын боламыз. Ыдыстарымыз осылай барлығын жақсылап, өте толтырмай, орта қылып құйып шығамыз. Өйткені піскен кезде көтеріледі. Алдын ала қыздырылып тұрған пешке 200 градусқа 30-20 минутқа қойып аламыз. Неке достар, біздің кексіміз де пісіп шықты, дайын. Өте керемет, әдемі болып көтеріліп, неке әдемі болып көтеріліп пісіп шықты. Не әдемі, өте жұп-жұмсақ. Осы рецептпен сіздерде осылай үй жағдайында кекіс жасап көрулеріңізге кеңес берем. Біздің видеомыз ұнаса достар, лайк басып, комментарий жазып, каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.